Бәріңізге ассалаумағалейкум. Президенттерін әскеше ауыстыратын қырғыздардың бізден мықты халық екенін білесіз бе? Алақандай картада тұрса да, алты құрлықты несімен қорқыта білді. Жоғалып кетудің азақ алдында тұрған Алатаудың ар жағындағы ағайындардың бүгінгі жан түршігерлік жағдайын білесіз бе? Кенесары ханның басын алып, денесін қорлаған қырғыздарды кешіре аламыз ба? Ресей мен Қытайдың қыспағында қалып, азапқа ұшыраған қандастарымызды қорғай аламыз ба? Осы сұрақтардың жауабын сізге білген дұрыс. Бүгінгі таңдағы қырғыздардың қазақтардан артықшылығы өте мол. Ат төбеліндей аз халық болса да, қаһарман жігіттері қыздарын қыз қылып, отан дейтін отбасының түтінін түзу етіп отыр. Тіпті көзді ашып жұмғанша жұдырықтай жұмылып, президенттен президентті тақтан қуып, нәскеше ауыстырды. Жақпаса билігін төңкеріп тастайды. Қырғыздардың қазақ халқынан асып түсетін тағы да бір жағы – демократия. Билігі халықпен санасуды біледі. Неге? Өйткені өзбектері өзенін ластап, сарт саудасын жасап жүргенде қандарын судай ағызды. Қытай келіп зауыттар мен фабрикаларын салып жатқанда ойран топырын шығарып, қуатының қуып шықты. Тіпті 2018-2019 жылы бүкіл қырғыз атқа қонып, қысық көзді Қытайдың жігіттерін қырдан асырып, масқарасын шығарды. Міне, мұндай мәрт, рухты халықпен қайсы бір билік санаспасын. 2019 жылғы Сауранбай Жиенбеков пен Атамбаев арасындағы қақтығыс кезінде Атамбаевтың ақ үйін қорғап, қарулы күштермен ашық майданға да шықты. Әттең аз халық, ең болмағанда халық саны 60-70 миллионнан асқанда, өз күнін өзі көріп, бүгінгі алпауыттармен иық тіресер ме еді бәлкім? Кім білсін? Бір кездері қазақ пен қырғызға да мәлім Чувак Ажы молда, мен бұдан бұлай орамалға қарсы шыққан билік басындағылармен амандаспаймын, саламын қабыл алмаймын, жаназаларына бармаймын, шығармаймын да, тіпті қатыспаймын. Олар орамалға қалай тыйым салса, мен де оларға жаназаға келуге солай тыйым саламын. Бұл қағидатты ұрпағыма шегелеп тұрып айтып кетемін деген еді. Бұл пәтуасына бүкіл депутаттар дүрліккен болатын. Осы мәселені талқылау барысында трибунаға бір депутат шығып, мектепке орамалмен кіргізбеген мұғалім мен директорлардың және біздің жаназамызды шығармаймын, Құранын оқымаймын, қабіріне көмбеймін деген имамның сөзі маған десең, арам өліп қал деген ғой. Бұған қалай ғана шыдаймыз деп бұлқын айтқан еді. Ал біздің ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды имамдарымыз ше? Олар орамал мәселесіне келгенде күмілжіп, биліктің ықпалынан шыға алмай жүргенін білесіздер. Мінекей, кімнің қасқыр, ал кімнің қорқақ қоян екенін осыдан аңғаруға болады. Бірақ, тағы да бірақ деген бір сөз бар. Төрт әріп бұлттар түрмесінің тас талқаны шыққан соң ондағы халықтар ескі өмірінен барынша алысқа кетуді көздеді. Әркім әлемдегі өз жолын, өз орнын табуға тырысты. Алатаудағы айырқалпақты ағайындарды бодандықтың ноқтасын үзе салысымен ғылымда постколониалды синдром аталатын дертке шалдықты. Бірнеше ғасыр ұлттық тарих, ұлттық мәдениет пен дінге сусаған қоғамдық сана зәмзәм суды да, нәжіс суды да шөліркене сімірді. Қырғыздар арасында әсіресе ұлтшылдық белең алды. Ағайындарымыз тарихты метрлеп, тоннала бөлшіп, көршілерінен әлдеқайда ұлы екендігін дәлелдеп бақты. 90-шы жылдары басталған бұл науқан бүгінге дейін жалғасып келеді. Оның жемісін медиа кеңістікте оңай байқаймыз. Көптеген антиқазақшыл қырғыздар медиа кеңістікте, әлеуметтік желілерде өз ойларын насихаттап жүр. Оларды бірнеше түрге жіктеуге болады. Бірінші топ супер қырғыз ұлтының болғандығына сенетіндер. Олардың ілімінше Еуразиядағы көптеген түркі халықтары, соның ішінде қазақтар да қырғыздардың сарқытымыз. Сондықтан ұлттық құндылықтардың барлығы, мейлі айтыс, мейлі көкпар, ұлттық киімдер қырғыздардан қалған мұрамыз. Екінші бір топтың пікірінше қырғыздар ешкімге ұқсамайтын ари текті ұлт. Олар үшін қазақтар қысық көзді моңғолдың ұрпағы, ал қырғыздар көк көзді, алтын шашты арилерден тарайдымыз. Үшінші бір топ үшін қазақтардың қырғыздарға туыстығы жоқ. Қырғыздарға Хакас, Алтай, Тывалар әлдеқайда жақын. Шынымен аға, қалай дегенде де аталмыш топтар қазақтарға паңдана, тарихымызға қомсына қарайды. Бұл өте қате пікір.
Дұрыс емес ұстаным. Қай кезде де қазақ пен қырғыздың қазаны бірге қайнап, төсекте басы, төскейде малы қосылған бауырлас жұрт. Бұл жұрттың аражігін ажыратып, ала мысық өткіземіз дегендердің барлығы көр көкіректер. Бағаналы теректің тамырындай тереңге жайылған түркі тарихында қазақ пен қырғыздың алатын орны ерекше. Біздің заманымыздан бұрынғы немесе қазақ хандығына дейінгі тарихқа тоқталмай-ақ қояйық. Қазақ хандығы құрылғаннан кейінгі 16 ғасырдағы Сантаж соғысында да екі ел бірігіп, өзбек-моғол қосынына қарсы шықты. Ол кезде жаудың тактикасын жете түсінбегендіктен қазақ-қырғыз қолы ойсырай жеңілді. Осы соғыста Тоғым хан бастаған 37 сұлтан, ханның 9 сарысы атанған 9 бірдей жас баласы шейіт кетті. Қазақ-қырғыз әскері түгел қырылып, Ұлытау мен Жетісу жерінің қан сасығанын тарих жасырмайды. Бұл қазақ пен қырғыз үшін нағыз катастрофа болатын. Бар болғаны бір шайқаста 37 сұлтан қырылып қалды. Хан мен оның 9 ұлының майдан даласында сүйектері шашылып жатты. Сол бір кезеңдерде қазақтың сайын даласын өзбек-моғол әскері шарлап кеткен еді. Мінекей, ендеше қазақ пен қырғыз қиыншылықты да, қуанышты да бірге көрді. Ал Тәуке хан тұсында қырғыздың биі Тиеспен бірігіп ойраттардың ойранын талай мәрте шығарып, қызбағанды Қытай императоры Кансидің де үрейін ұшырған болатын. Екі ел сол замандарда екі ханды бөліп жармай, Тәуке Тиес деп атап кеткен еді. Одан кейінгі 1723-27 жылдар аралығындағы Ақтабан шұбырынды, Алакөл сұлама зұлматында да талай мехнаттарды бастан бірге кешірді. Қазақ руханиятындағы ойып тұрып орын алатын аягөз қалмақ қырылған Аңырақай шайқасы және шаңды жорықтарда да екі ел бірге зөңгілес болып, сүрең салысты. Тек 1759 жылы қазақ-қырғыз арасына сызат түседі. Шығыс Түркістандағы сауда мәселесіне байланысты қырғыз бен қазақ арасында дау-жанжалдар жиі туындай бастайды. 1760 жылы теріскей қырғыздары Бала Бөгөн, Талас, Аса бойындағы Қоңырат пен Дулат ауылдарына шапқыншылық жасайды. Бұл оқиға Абылайдың құлағына жетіп, 1760 жылы хан иеміз Тәшкенді кейін қырғыздарды бағындырады. Қырғыздар айып төлеп, ақ үйлі аманатын береді. Абылай дала заңымен екі елді бітістіріп, Сарыбағыс руының манабы Мәмбетқұлдың Тәтіш деген қызымен неке қияды. Алайда қырғыздар анттан аттап, 1765 жылы Жетісу наймандарын шабады. Бұдан кейін 1770 жылы Абылай қырғызға екінші рет жоруыл жасайды. Бұл жолғы соққы аяусыз болады. Қырғыздың солты Сарыбағыс, Сарыру, Құшшы, Саяқ секілді рулары сансыз адамынан айырылып, ойсырай жеңіледі. Қырғыз тарихында бұл оқиғалар Жайыл қырғын атымен қалды. Себебі солтыдан шыққан Жайыл батыр осыған дейінгі бітімді бұзып, жаңа қырғынға жол ашқан еді. Алайда Абылай ханның жүрегі жылып, тағы да қырғыздарға кешірім береді. Қырғыз тұтқындарын босатып, жаңа шарт жасасады. Абылайдың өлімінен соң қазақ-қырғыз жерінде көмескі кезең орнады. Әрине, атасының құнын кешкен қазақпыз ғой. Бәрін де кешірейік. Оның барлығы тар замандағы бабаларымыздың жасап кеткен қателігі. Уа қазағым, кешірілмес Кенесарының құнын да кешейік. Ақырғы ханымыз төсекке таңылмай, нағыз ерлерше қан майданда шәйт кешті. Оны сатқан күллі қырғыздар емес, орман манап, бір адамның ақымақтығынан қашанғы 6 миллион қырғызды кінәлай бермекпіз. Албан Суан, Дулаттың уәжінен соң қырғыздардың өзі жалаң қылышпен орман манаптың басын алды. Яғни тегімізді алып берді. Ал Кенесары ханды өз қазағы да сатты емес пе? Ұлы жүздің Рүстем мен Сыпатай сынды сұм жүзділерін қайда қалдырамыз? Орыстар Орта Азияны отарлап, түркілерді жою саясатын сынақтан өткізіп жатты. Орыс отарлауларына қарсы қазақ даласында 1905 жылы Алаш партиясы құрылды. Алаш партиясының ұлт-азаттық, озық демократиялық идеялары күллі қазақты ғана емес, бір туған қырғыздарды да нұрландырды. Қырғыздың алғашқы ағартушы зиялы азаматтарының барлығы Алаш партиясының құрамында болды. Аптал азаматтардың барлығы Сталиндік қуғын сүргін мезгілінде қазақ зиялыларымен қатар халық жауы ретінде атылып кетті. Қырғыздар 20 ғасырдың 16 жылындағы Жетісу көтерілісіне де қатысып, қазақ ағайындары үшін Алатаудың ар жағынан асып келді. Әрине, басқа түркі халықтарын бөліп жарғанымыз емес, бірақ тілі мен діні, салт дәстүрі сабақтас қазақ пен қырғыздың мемлекет аралық болмаса да, халықаралық байланысы өте күшті болуы қажет.
Екі елдің бізбен сіздей жастары, арыстандай азаматтары осынау мәселені түсініп, тереңінен толған секен дейміз. Бүгінгі Қырғыз мемлекетінің жағдайы өте қиын. Әскери қуаттылығы жағынан да, экономикалық өрістеу жағынан да құлдырап тұрғаны тайға таңба басқандай. Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин өзінің бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне берген сұхбатында Қырғызстанның болашағы жоқ. Бұл мемлекет көп өтпей-ақ тарих сахнасынан жоғалуы мүмкін. Қытай мемлекеті Шыңжаң өлкесі ұқсатып, бұл мемлекетті де жұтып алары анық деп айтқан еді. Жындының сандырағы келеді дегендей, Путекеңнің осы бір болжамы тура келсе қайтеміз. Бүгіннің өзінде қытайлықтардың дандайсығаны сонша, мектеп оқушыларына Қытайдың туымен көмкерілген қырғыздың жерін картамен көрсетіп, мынау біздің ежелгі жер және болашақтағы мекеніміз деп таныстырады екен. Қытайлықтар қырғыз балаларының етін жеп, елсіз аймаққа сүйектерін итше қалдырып кеткені де жасырын емес. Иә, мұндай қиын қыстау кезеңде қазақ пен қырғыз бірігуі қажет. Біріккен жағдайда қандай күшке ие болатынымызға тарих дәлел. Тәжікті де, ауған мен Қытай, араб пен орыстарды да бір шыбықпен айдайтынымыз айдан анық. Осылайша екі мемлекетті жау етіп, бір-біріне айдап салып, біздің санамызды улаған кеңестік идеологияны түп тұқиянымен жою керек. Құрметті де қадірлі көзқарақты көрермендер, біз биліктің немесе нақты бір ақпараттың тілінен емес, халықтың тілімен жүрегінен шығатын, арман ететін уәждерін таспалаймыз. Қазақ пен қырғыздың рухани, мәдени, тарихи тамыры тереңге жайылып, кереғар пікірсіз, бауырлас мемлекет болғанын қалаймыз. Қырғыз европоидтық, қазақ монголоидтық деген орыс пен Қытайдың арандатушы сөздерін аяққа таптап, бөлінуден аулақ болайық. Ежелден ер тоқымға бірге мінгесіп, басымыз бір жастықта түйіскені рас болса, болашақта да тура сондай пейілде болуымыз міндет. Алла тағала екі елдің елдігін мәңгілік, туын тұғырлы, тәуелсіздігін ғұмырлы етіп, ұлт араздық қақтығыстан аман қылып, қияметке дейін қоныстас ел болып қала беруімізді нәсіп етсін. Мәтінді оқыған Айдос Оразай, жазған Бағжан Бақбергенұлы, сіз үшін білген дұрыс.